Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біз сіздерге қазақ хандығының ең алғашқы соғысы туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Қазақ сұлтандары Керей мен Жәнібектің Моғолстан жеріне көшіп кеткенін естіген Әбілқайыр өзін тыңдамаған қос сұлтанды және олардың соңынан ерген халықты жер бетінен түгелімен жойып жіберуге жорыққа дайындалады. Сонымен шеру тартқан қалың қол Аққыстау маңына келіп тоқтап, жорық шатырларын құлады. Бұл енді ғана туын тіктеген қазақтардың үрейін ұшырған еді. Осы жерде соғысқа әзірленсе, белдің арғы бетіндегі қазақ ауылдарына қыстың көзінде соққы берсе, ауыр шығынсыз жеңіске жетуге болатын. Бұл Әбілқайырдың ең үлкен артықшылығы. Ал Керей хан айналасына топтасқан қазақ ауылдарын шашыратпай, әр бел, әр асу сайын хабар беріп тұратын күзет мұнараларын, белгі оттарды тізбектеді. Қазақ жасақтары бетпе-бет ұрыста бірінші шайқастан аман өтпейді деп санаған дешті алғашқы шабуылға өте мұқият әзірленді. Ал Керей хан мұны түсініп, күшін алғашқы шайқаста сарқып алмас үшін жер жағдайын, қолдан тұрғызылған тосқауылдарға көбірек мән берді. Яғни күші басым жаудың негізгі бөлігін селдірету үшін соғыс тактикасын қолдану керек болатын. Қазақ жасақтарын іріктеп, кемпір-шал, балалар мен әйелдерді солтүстікке қарай ұстап, әлдеқандай қиын күн туса, жау әскеріне жем болмас үшін бетпақ дала мен балқаш құмдарына қарай паналауды жоспарлаған болу керек. Саны бірнеше есе аз қазақтар арасында үрей жайлағаны анық. Бірнеше белдің арғы бетінде дештінің қаптаған әскерлері жорық шатырларын тікті. Шатыр құрып, қылыштарын қайраған әскер енді тек қана ханның бұйрығын күткен еді. Соңғы сәттерде Әбілқайырдың күдігі шындыққа ұласты. Бұл туралы тарихшы Мұхтар Мағауин қазақ тарихының әліппесі кітабында былай деп көрсетеді. Сол замандағы Әбілқайырға, яғни бүкіл Шибан әулетіне бүйрегі бұрыс тарихшылардың айтуына қарағанда, ауыр әскер қазақ қоныстарының шегіне тақап, Алатаудың сілемдері көрінген кезде мезгілсіз уақытта күтпеген жерден суық соғады. Жорықшыларды бөгеуге, күннің жылынуын күтуге мәжбүр етеді. Салқын ызғар азайып, әскер алға жылжымақ болғанда тағы да дауыл соғады. Қалың қол амалсыз іркіледі, бірақ жорықтың сәті түспейді. Ақыры осы арада ауыр сырқатқа ұшыраған Әбілқайыр қайтыс болады. Біздің бүкіл тарихшыларымыз жаулас елдің жау болмаған күннің өзіне жат-жұрт өкілдерінің қолымен жазылған. Аңдап қарасақ, Әбілқайыр ханның жорық жолында бөгелуінің күннің суытын ғана түсіндіру қисынға келмейді. Ол заманда қара суық түгілі қақаған қыстың өзінде жорықта қырғын соғысты бөгесін болмаған. Әбілқайырдың межелі жерге жетер-жетпеспен еріксіз аялдауының жалғыз-ақ себебі болды дер едік. Ол қарауындағы әскердің қазақ болып бөлінген жұртты шабуға үзілді-кесілді қарсылы болуы. Керей мен Жәнібектің ту астындағы жұрт пен Әбілқайырдың ту астындағы жұрт бір-ақ халық еді. Бәрі де Алаштың ұлы, кейінгі үш арыстың баласы. Ағамыздың сөзіне алып қосарымыз жоқ. Расында қарлы боран мен қара суық әскерге алға жылжуына ешқандай себеп емес. Бұл сол заман тарихшыларының Әбілқайырды ақтап алудың бір парасы ғана. Егер қыстың қатты болуы әскерді тоқтата алса, кейін уақыт өткеннен кейін сол Әбілқайырдың немересі Шайбанидың қазақ ордасын қақаған қыстың ортасына 4 рет шауып кетуін қалай түсінуге болады? Осы шайқаста өз ойына жете алмай қан жұтқан Әбілқайыр жорық шатырында қаза табады. Ал қазақтарды шабуға келген мыңдаған әскер мақсаттарына жетіп, өз бауырларын өлімге қимай бейбіт тарқап кетті. Бұл шайқас Керей мен Жәнібектің мерейі үстем болды. Бұл соғыссыз жеңіс болатын. Кезінде Дешті даласының патшасы болған Батуды жазалауға келе жатқан Күйік хан қалай қаза тапса, Әбілқайыр да дәл сондай сценарийді өзгеше түрінде дүниеден өтті. Осындай ақиқаттың қай жақта екендігін аңғару қиын емес. Дешті мен Хорезмді дірілдеткен Әбілқайырдың күні келмеске кетті. Әке тағына Шейх Хайдар отырды. Ал Орта Азия Майдан даласына айналды. Бұл керемет алапат шайқас болатын. Сонымен қатар келесі жолы біз сіздерге қазақ хандары Керей мен Жәнібектің Майдан даласындағы келесі шайқастарын айтатын боламыз.